Быйыл классик жазушы, әңгіме жанрының хас шебері Сайын Мұратбековтың туғанына 85 жыл. Сайын Мұратбеков 1936 жылы 15 қазанда Алматы облысының Қапал ауданындағы Қоңыр ауылында дүниеге келген. Балалық шағына көз жүгіртсек, Мұратбек ата оның үлкен атасы. Баласы қайтыс болғаннан кейін бірі 5, екіншісі 3 жастағы қос немересімен қалады. 5 жастағы немересі Сапарғалиден өмірге Сайын келеді. Кішкентай бала күні соғыспен дәлме-дәл келіп, әкесі майданға аттанып кетеді. Содан кішкентай шөбересін бауырына басып, Мұратбек атасы бағып қағады. 6 жасқа келгенде, сонау 42 жылы шешесі Рәзия қайтыс болады. Ал әкесі қанқұйлы соғыстан аман есен оралып, балаларға жетімдікті сездірмеуге тырысып, қайтадан Сақыпжамал деген кісіге үйленеді. Ол кісі екінші анасы атанады. Осы 6 жасынан кейінгі өмірінің біраз жері жабайы алмада кеңінен суреттеген. 1957-1963 жылдары Қазақ мемлекеттік университетінде сырттай оқыған. 1971 жылы Мәскеуде жоғарғы әдеби курсты бітірген. 1954-1962 жылдары туған ауылында колхозшы, мұғалім, аудандық, облыстық газеттердің әдеби қызметкері, 1962-1972 жылдары Жұлдыз журналында, Қазақ әдебиеті газетінде бөлім меңгерушісі, Қазақстан жазушылар одағының кеңесшісі, көркем әдебиетті насихаттау бюросының директоры, 1962-1977 жылы Қазақ КП орталық комитетінде жауапты қызметкер болған. Жазушының алғашқы шығармалары 50-ші жылдардың аяғында жариялана бастаған. Қаламгер шығармаларының бір қыры Отан соғысы жылдарындағы ауыл тіршілігі, жасөспірімдер өмірі туралы жазылған. Жазушы өз шығармаларына негіз болған өмір құбылыстарын адамның, жас өспірімдердің ең бір асыл арманына, адал сезіміне бөлеп баяндайды. – 1990 жылы Қалың қар повесі үшін Қазақстан жазушылар одағының Мұхтар Әуезов атындағы әдеби сыйлығы, 1998 жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері атағы берілді. Алматы баспаларынан орыс тілінде «Дом молодых», «Камень тугой», «Дикая яблоня» тағы басқа кітаптары. Мәскеу баспаларынан әр жылдары «На вершине Учкары», «Запах полыни», «У теплого родника» тағы басқа кітаптары жарық көрген. Жазушы Сайын Мұратбековтың «Қалың қар», «Жусан иісі» повестері қазақ әдебиетіндегі осы бірен-саран, қатары сирек, шынайы көркем шығармалар тобына ерекше дараланып тұрады. Екі повестіңде тақырыптық негізін соғыс тұсындағы қазақ ауылының тұрмыс тіршілігіне тән оқиғалар тобы құрайды десек, сол оқиғалар тобының қалың ортасында балалық шағынан от пен өрт арасындағы мезгілсіз аттай қоймаған жас өспірімдер жүреді. «Жусан иісі» повестінің сюжеті Аян атты жас өспірімнің өмірі белгілі бір кезеңде болған оқиғаға негізделеді. Әкесі соғыста, анасы жоқ, арқа сүйеген жалғыз әжесі ол да қайтыс болады. Өзі тобығын тайдырып алып, аяғын сүйрете басады. Аян өмірінің сырт көзге көрінетін шындығы осындай. Кейіпкерінің ішінде
жүрегінің тереңінде тұнған сырының асыл ағынын жазушы оның ауыл балаларына түнгі тұмсықта айтқан ертегісі арнасында суреттейді. Сайын Мұратбеков шығармаларында соғыстан кейінгі қазақ ауылының тыныс тіршілігі шынайы да көркем суреттеледі. Оның кейіпкерлерінің жан дүниесі романтикаға толы болып келеді. Мырзатай Серғалиев.